Армысыздар қазақ елі. Мен қазір Қызылжар қаласында тұрмын, осы Абылайхан резиденциясында. Ал енді біз бәріміз Петропавл деп жүрген қаланы неге Қызылжар деп атамаймыз? Осы видеода сол толық тарихын айтып берейін сіздерге. 17-18 ғасырда өмір сүрген Қожаберген жырау Елімай дастанында мынандай сөздері бар. Көлденен көк есілдің жар қабағын әкеміз Қызылжар деп атап кеткен дейді. Яғни осы жерде Қызылжар атты қыстағы болғанын жырлайды. Демек сол кезде ақ жергілікті халық Қызылжар деп атаған. 1701 жылы Семен Ремезов картасында Қызылжар өлкесі деп аталып өткен. Яғни сол заманда қазақтар осы аймақты Қызылжар деп атаған. 1752 жылы Қызылжар өлкесінде бекініс салынып, дін апостол аттарымен Петропавловск деп атап қойған. 1759 жылы Абылайхан бастауымен қазақтардың сауда-саттық араласуына жағдай жасап, жәрмеңке ашады. Ел ішінде ол Қызылжар жәрмеңкесі деп аталып кетеді. 1759-79 жылдары 20 шақты қалашықтар пайда болып, үлкен сауда орталығына айналып, Петропавловск деген атау береді. Бір қызығы, Петропавл деген атауды Қызылжар деп өзгертуге бірінші рет ұсынылып отырған жоқ. 1925 жылы Правда деген газетте Петропавлдың Қызылжар деп өзгеру туралы хабар жариялаған. Бірақ административный отделдің отырысында өзгеріссіз қалдырды. Ал енді неге Қызылжар деп атау керек? Біріншіден, Есіл өзенінің бойында тұр. Екіншіден, бұл жерге байланысты топонимикалық атау. Үшіншіден, ғасырлар бойы қазақтардың ата қоныстары болып аталып келе жатқан жер.